Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бауыр және өт. Сонымен қатар Enel компаниясының өнімі Ливерпуль жайлы да айта кететін боламын. Бауырды тазартатын шай Ливерпуль шайы бауырға, ұйқы безіне және өт шығару жүйесіне кешенді әсер етеді. Тазартқыш қасиетінің арқасында өттің іркілуін тоқтатып, ыдырау өнімдерін шығарып, ағзаға күшті кешенді қорғаныш қызметін көрсетеді. Бауыр ағзаны тазартып, ақуыздар мен дәрумендерді синтездейтін нағыз фабрика. Бауыр ас қорыту жүйесінің жұмысына қатысып, энергетикалық процестерді реттеп отырады. Бұл мүшенің барлық қызметін санап тауыса алмаймыз. Алайда қоршаған ортаның әсерінен, инфекциялардың, дұрыс тамақтанбаудың, ішімдік пен қозғалысы аз өмірдің салдарынан бауыр қорғаныш пен қолдануға мұқтаж бола бастайды. Бауырды жүйелі түрде тазартып тұру арқылы өттің іркілуін тоқтатып, жаңарту процестерін жандандырып, ыдырау өнімдерін сыртқа шығарып, ағзаны ішкі және сыртқы жағымсыз факторлардан қорғайтын күшті кешенді қалқанмен қамтамасыз етуге болады. Аталған мәселелерді шешу үшін Ливерпуль шайы жасап шығарылды. Ол бауырға, ұйқы безі мен өт шығару жүйесіне кешенді әсер етіп, осы мүшелердің қызметін оңтайландырып, ауру сырқаттардың алдын алады. Бұл сусын әдетте шай ретінде қолданылатын өсімдіктерден жиналған дәмі тәтті әрі жанға жайлы шай. Ливерпуль шайының құрамына Қытай көк шайы, ала тікен дәндері, бәден дәндері және қызылтаспа шөп, ошаған шөбі, шоқсары шөптері бар. Ала тікен инфекциялар мен әртүрлі заттардан улануға қарсы төзімділігін арттырады. Ала тікен өттің түзілуін күшейтіп, оның ағзадан шығуын жеделдетеді. Осылайша ас қорыту және зат алмасу процестерін тұрақтандырып отырады. Ошағанның микробқа қарсы, қабынуға қарсы әсер ететін, әл беретін, өт айдайтын, ауырсынуды басатын, қан тоқтататын, ішек құрттарына ісікке қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Ал көк шай болса, жүрек пен орталық жүйке жүйесінің қызметін жандандырып, жұмыс өнімділігі мен белсенділікті арттырады, күйзеліс пен шаршауды басады. Құрамында бос радикалдармен күресіп, қартаю процестерін бәсеңдететін полифенолар бар. Терінің тамырының ахуалын жақсартып, тұқым түзілуінің алдын алады. Шоқсары өт айдайды, сөл айдайды, қабынуға қарсы тамырларды нығайтатын әсері бар. Асқазан, ішек жолы мен өт қабында аурулары болғанда қолданылады. Өттің бөлінуінің 40-50% арттырып, жалпы қасиетін жақсартады. Бауыр мен өт жолы ауруларына шалдыққанда кеңінен қолданылады. Бауырдың қызметін реттейді. Бәден, ішектегі шіріткіш және ашытқыш процестерді реттейді. Іш қуысындағы мүшелердің түйілуін басады. Қызылтаспа. Сонымен қатар бұл өсімдіктің құрамындағы ағзадағы көптеген процестерді реттеп, гормоналдық фонды тұрақтандырып, кремний тұзы бар. Ливерпуль шайын тек сусын ретінде ғана қолданамыз. Қалауыңызға қарай, қант, бал немесе лимон қосуыңызға болады. Ескерту: несептаз ауруына шалдыққан адамдар емдеуші дәрігермен ақылдаса отырып қолдану керек. Қарсы көрсеткіштері: асқынған жүйке қозғыштығы, ұйқысыздық, жоғары қан артериялық қысымы, жүректің жұмыс істеу ырғағының бұзылуы, жүктілік және бала емізу кезінде мүлде қолдануға болмайды. Достар, егер де менің видеом ұнаған болса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.